once again. Мен өте ұялшақ қызбын, әрі өз туылған күнімде ұялып жүрдім. Анамның артынан ұялғаннан жасырынатынмын. Бір күні мен мектепке барған кезде әкеме «Менімен барыңызшы, мен қорқамын, онда не істеймін?» деп жыладым. Әкем менімен келісіп, сабақ бойы отырды. Әрі сыныпта мен ғана ұялшақ едім. Мен өскенде жағдайым мүлдем нашарланып кетті. Жоғарғы сыныпта сабақ сұрағанда ешқашанда қол көтермедім. Қате айтып қаламын ба деп қорқатынмын. Бір кезде мұғалім менен сабақ сұрағанда қобалжып, ұялып, қорқып не істерімді білмедім. Ойыма не келді соны айта салдым. Бәрі маған қарап күлді. Алайда сұраққа дұрыс жауап бердім. Сабақ сұраған кезінде мен ойымды дұрыс жеткізе алмайтынмын. Сондықтан мені ешкім түсінбейді. Бұның бәрі ұялғанның кесірі. Бір күні мені мұғалім шақырғанда біреу мені шалдыртып жіберді және проектордың үстіне құладым. Соншалықты ұялғаннан қорқып қашып кеттім. Клубта бір өзім жүретінмін, әрі ешкіммен сөйлеспейтінмін. Содан мен басқа мектепке көшіп кеттім. Мен кітапханадан жаңа достар табу үшін отырдым, бірақ ешкім менімен дос болмады. Доссыз қалдым. Мен қатты ұялып қобалжитынмын. Бір күні мен солай отырып сыныптан шығып кеттім. Директорға бардым. Өз мән-жайымды айттым. Ол маған 3 қағаз берді. Оны мен мұғалімдерге бердім. Мұғалімдер мені түсініп жіберді. Сыныптағылар не үшін жібергенін білмейтін және олар неге жібере береді деп ойлайды. Оларға еш нәрсе айтқан жоқпын. Менің жүрегім қатты соға бастады. Тура бір өртеніп бара жатқан секілді. Басым да айнала бастады. Өзімді нашар сезіндім. Бір күні мен анаммен және сіңіліммен кинотеатрға бардық. Онда таныстарым бар екен. Бір кезде жүрегім қатты соға бастады. Өзімді өте жаман сезіндім. Анама бәрін айтып, ақырындап кинотеатрдан шығып кеттік. Мен ата-анама болған жағдайды айтып, психологқа бардым. Өзімнің мәселемді айттым. Ол маған ақыл айтып, не істеу керегін түсіндірді. Одан кейін мен өзімді еркін сезіне бастадым. Жаңа мектепте, кинотеатрда және басқа жақтарда өзімді ұстай алатын болдым. Ешкімнен ұялмай, қорықпай жүрдім. Ұялшақ болудың қажеті жоқ. Мен ұялшақты жеңгеніме өте қуаныштымын.